Бүгін сіздермен вирустар жайлы талдайтын боламыз. Мынау вирустардың түрлері. Жалпы вирустардың көлемін бір салыстырайықшы. Бірінші тұрған біздің ағзамыздағы жасушалар. Ал екіншісі бұл бактериялар. Ал үшіншісі бұл өте кішкентай вирустар. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде біздің жасушаларымыздан вирустар өте кішкентай болып келеді. Енді осы вирустардың түрлеріне тоқталсақ. Мына ең бірінші көрсетілген вирус бұл темекі мозаика вирусы деп аталады. Атайтып тұрғандай темекіге ұқсайды. Оның ішкі құрылымына келетін болсақ, белоктан және генетикалық ақпаратынан құралған. Келесі бұл бактериофаг. Бактериофагтың құрылысына келетін болсақ, оның басы, мойны, денесі бар, аяқшалары бар. Басының ішінде генетикалық ақпарат орналасқан. Келесі бұл ВИЧ инфекциясы немесе вирусы. Көріп тұрғандарыңыздай сыртында осындай рецепторлар бар, сырты белоктармен қапталған, ал ішінде татылатын болсақ, ішінде генетикалық ақпаратын көріп тұрсыздар. Енді бұл вирустар біздің ағзамызға қалай шабуыл жасайды? Көрейік. Ең бірінші вирустар ағзамыздың жасушасына барып жанасады. Осылай. Екіншісі жанасқан жасушаға барып енеді. Енгеннен кейін ішіндегі генетикалық ақпаратын жасушаның ішіне шығарады. Ол генетикалық ақпарат жасушаның ішіне шыққаннан кейін ағзамыздың жасушасының ішіндегі ядроға барады. Ядроға барып біздің жасушаларымыз осы вирустың генетикалық ақпаратын пайдаланып, вирустың түрін көбейтеді. Яғни жасушамыз сол вирусқа қызмет жасап бастайды. Ал соңғы сатыда сол жетілген вирустар жасушадан сыртқа шығып, ағзаны одан сайын улайды екен. Ал келесі видеода сіздермен бактериофагтың қалай көбейетінін көрсетіп берейін. Бактериофаг, көріп тұрғандарыңыздай, ол ағзаны емес, ең бірінші бактерияға барып шабуыл жасайды. Бактерияға өзінің генетикалық ақпаратын жібергеннен кейін, сол генетикалық ақпаратты бактерия алып, одан бірнеше бактериофагтарды жасайды. Бірнеше бактериофагтар бактерияның ішінде жетіліп шығып, жарылып шығады да басқа ағзаға түседі. Ағзаға түсіп, сол жердегі жасушаларды зақымдап, бұл жерде қабыну процесін тудырады.